мұсылман балаларын шетелдіктердің асырауына беруге мүлдем тыйым салады. Тарихта болмаған үлкен қылмыс, үлкен қиянат, үлкен ұятты жағдай бар. Ол өзіміздің жетімдерімізге көп көңіл бөлмегендіктен, оны сырттан келген әртүрлі ұйымдар, белгісіз адамдар алып кетіп жатыр. Оған қалай тәрбие беріп жатыр? Тіпті өз еліне апарып, басқа дінге өткізіп жібереді. Ал енді басқа діннің адамы мұсылман баласына бағып алу харам. Себебі ол басқа дінге жетеді. Ал жарайды, оларға қазір бермей. Сонда ол балалар қазір кімге керек? Ауру балалар. Бала асырау үлкен қадам, бірақ ол өзін-өзі ақтауы тиіс. Себебі осы арқылы асыранды балаларға Христосты танытуға әбден болады. Бұл жас секілді миссионерлердің міндеті. Бүгін әртүрлі батысқа, Америкаға келіп жатқан балалар ертең өзіміздің ұлтына хас адам болып келу әбден мүмкін. Ертең оны өзінің діндерін үйретіп, міне сенің ұлтың мынандай, осындай жерден шыққансың, сен сол ұлтыңды құтқар, олар адасып жүр деп бір керемет миссионер жасап жіберуді ғажайып емес. Сондықтан өкімет басындағы адамдар, халыққа жанашыр адамдар осы мәселені көбірек көңіл бөліп, сыртқа бала беру жағын тоқтатып, керісінше сондай мейірім көрсететін, рахым көрсететін, дұрыс тәрбие бағыт беретін балалар үйін көптеп ашса екен. Осы уақытқа дейін шетелдік азаматтарға бала беру мәселесі парламент мінберінде талай тартысқа түскен еді. Осыдан 3 жыл бұрын шетелдіктер тарапынан қазақстандық балаларды асырап алуға мораторий жариялау керек деген халық қалаулыларының ұсынысын үкімет қайтарып тастаған. Жетім балалардың тағдыры үшін шырқыраған бірлі жарым депутаттар да қазір азайған парламентте. Олардың артына ақша салып, үйленуге, ертеңіне болашақтарын ойлап, оқуға түсіріп, балаларын машина айдап, осы ауыр балалар деген машинада жүр. Ал енді осында қалса бұл балалар ең жақсы көретіні, жақсы болатын мүгедекке арналған үйге барады. Немесе далада қаңғырып жүреді. Бір депутат келіп, артын жықпайды, басынан сипайын баланы. Алайық қойын. Ол сипетіне көмектесейін сипайын деп. Ол сөзден басқа істеме жоқ, ол кісілерде ол. Ол кісілер жақсы осы балалардың жағдайын білмейді. Ой, болмау керек дейді. Ол болмау керек үшін өздерінің кішкене қарау керек. Өздерінің қандай үйде тұрып жатқанын, бір емес бірнеше үйлерін алып жатқандарын, кішкене балаларын білсең, тәрбиесін даже бір қоғамға еместанда. Қоғамға көшін арттыру. Ол тек қана парламент пен үкіметтің қолында тұрған айту қиын. Өйткені бүкіл қоғам, мысалы әрбір азамат өзінің баласына жауапкершілікпен қарау керек. Психологтардың пікірінше баланың отанға деген махаббаты 5 жастан асқан соң қалыптаса бастайды екен. Ал шетелдіктер қазақ өлеңдерін елден тығып ерте алып кетіп жатыр. Жастайынан мысалға басқа мемлекет өтіп кетіп, мысалы сонда тәрбие алып жатқан балалар, онда сол мемлекеттің, сол жердің отан сезімі пайда болады. Ал бұл өзі Қазақстаннан кетсе, қазақ бола тұра, ол өзін еш уақытта мен қазақпын, менің отаным, Қазақстан менің отаным деп айтқан күннің өзінде шын мәнінде оған беріле алмайды. Өйткені ол басқа жердің суы ішті, басқа жердің дәмін татты. Құның сенің аспай қалды қалтыдан, хандықты да қайырымға тар қоғам. Сол шақпен өзі қарын ұлғайып, біздің елге келе көрмек қайтадан. Тірі жетім бөпелер-ай, бөпелер, сайқал өмір сен осылай жетелер. Түбі қайта оралмасын, шын болса, ұшағына мініп алды, кетелер. Жолың болсын, тірі жетім бөпелер. Benim yerim, benim